Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі дәрісіміз пітір садақасы жайында. Рамазан айына қатысы болғандықтан арнайы пітір садақасын Рамазан айында оқуды жөн санадық. Ал негізінен алып қараған кезде пітір садақасы деген тақырыбы зекет бөлімінде оқылады. Пітір садақаны берудің уәжіптігі Рамазан оразасы парыз етілген жылы, яғни хиджреттің 2-ші жылы міндеттелді. Зекеттен бұрын пітір садақасын беру уәжіп болды. Пітір садақасын беру әрбір дәулетті мұсылман ер мен әйелге уәжіп. Бұл Ханафи мазхабы бойынша. Пітір садақасын мән мағынасына келер болсақ, сахаба Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анху пітір садақаның мәнін былай деп түсіндірген хадистерде: Фарада Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам закат аль-фитри тухратан лис-саим. Ораза кезінде минал лагви ва рафаси, ауыздан шыққан ұнамсыз сөздер мен жағымсыз істерден тазару үшін, ва ту'матан лил-масакин, әрі кедейлерге ішер ас болсын деп міндеттеді. Ман аддаха қабла салати фахия закатун мақбулатун. Кімде-кім оны айт намазынан бұрын берген болса, ол қабыл етілген пітір садақа болып есептелінеді. Ва ман аддаха ба'да салати, ал айт намазынан кейін өткізіп берген жағдайда, фахуа садақатун минас садақат, өзге садақалардың бірі болып есептелінеді. Фаслун садақатул фитри, пітір садақасы тарауы. Пітір садақасына қатысты тарау. Ол фитрату мин буррин, пітір садақасы бидайдан, ома юттахаду минху, және бидайдан алынатын заттардан, яғни бидайдан өндірілетін ұн, нан, осындай сияқты заттардан. Омин забибин, сондай-ақ құрғатылған жүзімнен, нисфу са'ин, жарты са мөлшері беріледі. Бір са шамамен 3 килограммдай болады. Демек, бидайдан немесе бидайдан өндірілген заттардан пітір садақа 3 килограммның жартысы беріледі екен. Жүзімге келетін болсақ, құрғақ жүзімге келетін болсақ, имам Абу Юсуф жүзімнен жарты емес, бір са беріледі деген пәтуада осыған негізделген екен. Ханафи мазхабында. Сондықтан жүзімді негізге алған кісі шамамен 3 килограммдай өлшемді есепке алады. Омин тәмрин, ал енді құрғатылған құрма, ау шаирин, немесе арпадан, арпа ұнынан қанша беріледі? Саун, бір са мөлшеріндей беріледі. Шамамен 3 килограммдай беріледі екен. Хадис кітаптарындағы келтірген риуаяттарда, сахих хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құрма мен арпадан бір са беруді бұйырса, бидайдың бір са өлшемін 2 адамға есептеп беріледі деген. Яғни бидайда жарты са өлшем негізге алынады. Ваджаза манавани бурран, бидайдан 2 мән ауырлығында өлшеп берсе де болады. Бұрынғы фиқ кітаптарында кайл және уәзін өлшемдері айтылады. Бұл пайғамбарымыздың кезінде қолданған тараздағы өлшемдер. Кайл көбіне дәнді дақылдарды өлшеу үшін қолданған, ал уәзін алтын, күміс сияқты грамдап, килограмдап, тонналап өлшенетін заттарға қолданған. Ал енді жоғарыда айтылған са өлшемі кайлға жатады, ал мән өлшемі болса уәзін өлшеміне жатады. Бір мән шамамен 800-900 грамға сай келеді. Сонда ваджаза манавану бурран, 2 мән өлшемінде берсе де болады дегендегі мағынасы 1 килограмм 700, 1 килограмм 800 грамм шамамен бидайдан берсе болады дегендік болып табылады. Пітір садақаны осы аталмыш заттардың біреуімен берсе болады. Бұлардың өзін берсе де, немесе құнын ақшалай есептеп берсе де,
болады. Биыл, яғни 2016 жылы елімізде пітір садақаның мөлшері адам басына 200 теңге деп бекітілді. Ары қарай оқимыз. Шуруту уджубил фитрати, пітір садақаның шарттары. Пітір садақасы кімдерге уәжіп? Сол жайында сөз қозғайды. وتجب على حر مسلم له نصاب الزكاة. Пітір садақасы азатты мұсылман, яғни кәпір пітір садақа бермейді. وتجب على حر مسلم له نصاب الزكاة. Зекетте айтылған нисап мөлшеріне ие азатты мұсылманға пітір садақа беру уәжіп. Негізгі қажеттілігінен тыс 85 грамм алтынға тең келетін артық дүние мүлкі бар мұсылман адамға пітір садақа беру уәжіп екен. Мұндай артық дүниесі жоқ кісіге пітір садақасы уәжіп емес, бірақ сауап үшін берсе де пітір садақа берген болып есептелінеді. وَإِنْ لَمْ يَنْمُ. Ол, яғни нисап мөлшеріне сай дүниесі үнемі көбейіп артып тұрғатындай ерекшелігі болмаса да, ол кісіге пітір садақасын беруі керек. Мысалы, зекетте нисап мөлшеріне жетіп тұрған дүниесі үнемі көбейіп артып тұрған болуы керек. Егерде ондай ерекшелікке ие болмаса, ол дүниесіне зекет берілмейді. Айталық, қолданбайтын 2-3 машинасы бар адам, егер оны алып сатарлық ниетімен алмаған болса, ол көліктер үшін зекет берілмейді. Өйткені онда үнемі көбейіп тұратындай кіріс кіретіндей ерекшелік жоқ. Бірақ сол қолданбайтын 2-3 машинасы үшін пітір садақасын беру керек болады. Өйткені ол 2-3 машинасы ақшалай есептейтін болсақ, нисап мөлшеріне жетеді. Ары қарай оқимыз. وَبِهِ تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ. Осы нисапқа ие адам, яғни 85 грамм алтынға тең келетін, қажетсінбейтін, қолданбайтын артық дүниесі бар адам садақа алмайды, яғни өзгеден пітір садақа алмайды. وَتَجِبُ الْأَضْحِيَةُ. Ол кісіге құрбан айтта құрбан шалу уәжіп болады. وَنَفَقَةُ الْقَرِيبِ. Сондай-ақ мұқтаж туысы, жақыны болса, оған да көмек қолын созуы уәжіп болады. Ары қарай оқимыз. Линәфсихи. Мына жердегі линәфсихи сөйлемнің басындағы уәтәжибуху сөзіне байланысты. Азатты әрі қажеттілігінен тыс артық дүниесі 85 граммға тең келетін мұсылман кімдер үшін береді пітір садақаны? Линәфсихи. وَتَجِبُ عَلَى حُرٍ مُسْلِمٍ لَهُ نِصَابُ الزَّكَاةِ لِنَفْسِهِ деген сөз. Линәфсихи өз үшін есептеп береді. Және кімдер үшін береді? وَطِفْلِهِ فَقِيرًا. Және кішкентай жас өзінің жеке дүниесі жоқ жас ұл қыздар үшін есептеп береді. وَخَادِمِهِ مِلْكًا. Өзінің жеке меншігіндегі қызметшісіне есептеп береді. Өз меншігіндегі қызметшісі дегендегі мағынасы құл мен күңін айтып отыр. Өлеу мұдаббаран. Ол қызметшісі мейлі мұдаббар болсын. Мұдаббар дегеніміз көне заманда құл иеленушілік бар кезде иесі кейбір құлына мен өлгеннен кейін азатсың деп айтатын болған. Мұндай құлды мұдаббар деп атайды. Мұдаббар статусына ие құл сатылмайды, ешкімге берілмейді, егесі қайтыс болғаннан кейін азаттығын алатын. Міне осыны мұдаббар дейтін. Осындай құлына да есептеп пітір садақа береді. Ау умма уәләдин. Мейлі умму уәләд болсын, ау кафиран, тіпті кәпір болса да, ол өз жеке меншігіндегі қызметшісі үшін де пітір есептеп береді. Осы жердегі умму уәләд дегеніміз егесіне бала туып берген күнді айтады. Бұрынғы замандарда құл иеленушілік бар кезде күн өз иесінен аяғы ауыр болып, оған бала туып береді болса, умму уәләд атанып,
ерекше орынға ие болатын шариғатта. Бұдан соң ол ана өзге күңдер секілді сатылмайтын, әрі ешкімге сыйға тартылмайтын болған. Иесі өлген жағдайда азаттыққа қауышатын. Міне осыны умму валад деп атайды. Ла ли заужатихи ва валадихил кабири. Ал әйел үшін, үлкен балалар үшін пітір садақа бермейді. О тифлихил ғани. Сондай-ақ өзінің байлығы бар жас балалар үшін де қалтасынан шығарып садақа, пітір садақасын бермейді. Бәл мин мәлихи, бірақ баланың өз садақасын өзінің байлығынан есептеп алып береді. Отағасы өзінің әйелі, үлкейген ұл қыздары, ата-анасы, ата-әжесі, туған туыстары, бауырлары, жатырдағы әлі дүниеге келмеген баласы үшін пітір беру міндеттелмейді екен отағасына. Дегенмен сауап әйелі мен үлкейген ұл қыздарына да есептеп беріп жатса, өз еркі сауабы болады. Ары қарай оқимыз. Және кімдер үшін пітір садақа бермейді? Мукатабихи. Мукатаба болып саналатын құл үшін бермейді. Мукатаба деген сөз, құл өз азаттығын белгілі ақшаға сатып алуға иесімен келіседі, өз ақша тауып азаттығын сатып алады. Осын мукатаба дейді. Осындай келісім шартты бар құл үшін пітір садақа есептеп бермейді екен. Ва абдихи литтижарати. Сондай-ақ саудаға салынатын құлдар үшін де пітір садақасын есептеп бермейді екен. Ва абдин лаху абақ. Және қашып кеткен құл үшін де пітір садақасын бермейді. Илля бa'да аудихи. Дегенмен ол қашып кеткен немесе жоғалып кеткен құлы қайтып оралып жатса, ол үшін есептеп береді. Ва абдин муштарикин. Және ортақ, өзгемен ортақтаса алған құл үшін де пітір садақа есептеп бермейді. Ва кадал абиди муштаракатан. Сондай-ақ ортақ бірнеше құлдары болса, олар үшін де пітір садақа есептеп бермейді. Бұл Абу Ханифа рахматуллаху алейхтің тұжырымы. Хилафан лахума. Ал оның қос шәкірті имам Абу Юсуф пен имам Мухаммед бірнеше құлының әрбіріне есептеп пітір садақа береді деген. Осы жерде қысқаша мынаны айта кету керек. Бұл кітап ерте заманда жазылғандықтан құлдарға қатысты үкімдерді де қамтып отыр. Бұрынғы кезде құл иеленушілік деген нәрсе бар еді. Ислам келгеннен кейін халықтың қанына сіңіп қалған бұл әдетті бірден тоқтатпады. Бірақ кейбір құқықтар мен хақтарды реттеп, осылайша құлдарға бұрын соңды көрсетілмеген белгілі бір құрмет көрсетілді. Олардың құқықтары қорғала бастады. Осы құл иеленушілікке қатысты біздің сайтымызға ислам діні неге құл ұстауға рұқсат берген деген тақырыпта арнайы жазылған жазба бар. Сол жазбаны оқысаңыздар болады. Ал енді пітір садақасын қашан беру уәжіп болады? Соны айтайық. Ватаджибу битулуи фаджрил фитри. Айт күні таң атысымен пітір беру уәжіп болады. Ваджаза тақдимуха. Айт күнінен бұрын да берсе болады. Яғни Рамазан айы ішінде айттан бұрын беруіне де болады. Біздің елде көбінесе Рамазанның 3-ші 10 күндігінде беріп жатады. Бірақ айт күні айт намазына шықпай жатып пітір садақасын беру мұстахаб. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айт күні айт намазынан шықпай тұрып пітір садақаларын беретін болған. Уәлә тасқуту ин аххара. Айт күнінен кешіктірсе де пітір садақа беру міндеті мойнынан түспейді. Яғни пітір садақаны беру уәжіп болған кісі айт күні бермесе де пітір садақа беру міндеті мойнынан түспейді. Кейінгі уақытта да беріп құтылуы тиіс. Осымен Ан-Нуқая атты фиқ кітабындағы оразаға байланысты берілген мәселелер аяқталды. Бұдан әрі қарай алдыңғы дәрістерімізде намаз бөлімінде
қалған жерден жалғастыратын боламыз. Алла тағала ұстаған оразаларыңызды, жасаған мінәжат құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Берген пітір садақаларыңызға да сауаптан жазсын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Вальхамдулиллахи раббил аламин.